Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Менің каналыма қош келдіңдер. Мен аяғыма галошыммен енемнің осындай шапанын киіп алып, ешкі сауға шықтым. Гаражымда шалмай 1 сағат тұрдым. Деп зорға ашып, шелегімді алып, жем салып алуға кеттім ары қарай. Енді не істегенімді білмеймін, шықпай жатырмын әйтеуір. Зорға дегенде шықтым ау деп қарасам, әлі шыққан жоқпын. Шықтым ба? Шығып келе жатырмын. Телефонымды алып алайын қолыма. Келесі видеоны түсірем. Міне жемді салып алып, ешкілерге келдім. Мынау ақ ешкі, сосын қоңыр ешкі бар, екеуін сауатын боламыз. Мені сау деп тұрған бұлар. Қайсының бірінші сауын білмей тұрмын. Ақтан бастай берейін. Ақ ешкіні сауып жатырмын. Енді ешкі сауы қиындау сәл. Тез шығып болмайды да. Сонымен сауып жатырмын. Келесі ешкіге өттім. Келесі ешкіні алып келейін деп кеттім ары қарай. Алып келіп, ол ешкі сәл тентектеу. Сосын жемін алдына салып алдым да. Онда сауып жатырмын. Ешкілер негізі алдына жем бермесең вообще тұрмайды. Сол үшін жем сауамыз. Солай сауып алдым, етпей, сосын балдарын алып келейін. Етуге деп кетті. Балапандарын жіберіп, екі ешкіде 3 жылағы бар. Біреуінде егіз, біреуінде біреуден. Сөйтіп емізіп алдым да, қайттан оларды қамап тастадым. Қамап болып, қайттан жемді салып, қайттан сауға кірісіп кеттім. Егеннен кейін жұмсарып, кәдімгідей күшті сүт шығады. Сүтті бергісі келмейді негізі ешкілер. Балдар ішкен жақсы көреді ау деймін. Сонда да қоймай сауып алдым 2-3 реттен. Тартып. Сауып жатырмын. Шығып атқан жар. Ешкі, ақ ешкі күтіп тұр. Мені қашан сауасың деп құлақтарын қалқайтып тұрып. Сосын қоңыр ешкіні болдым да, ақ ешкіні түсіріп алдым. Ақ ешкіге кірісіп кеттім. Негізі осы ақ ешкі жаман. Алдындағы табағына кіріп кетеді. Енді мына қоңыр ешкіні қайттан сауып жатырмын. Достар, осындай видеолар ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып кетіңдер. Рахмет.